Қайырлы күн, 10-шы сынып оқушылары, сіздермен бірге Зе мұғалім каналы. Біз бүгін 10-шы сыныптың Қазақстан тарихы пәнінен 4-ші тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын орындаймыз. Ең бірінші Зе мұғалім каналына жазылып, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Бізде 5 тапсырма беріледі. Бірінші сұрақ. Берілген терминдердің анықтамасын жазыңыз, соның негізінде қазақ халқының дүние танымының ерекшелігін анықтаңыз. Бізде қарасақ кесте берілген. Бұл жерде терминдер және сипаттамасы дейді. Біз бұл жерде терминдердің сипаттамасын жазамыз. Бірінші, әдет-ғұрып белгілі бір қоғамдық әлеуметтік ортада пайда болып, оның мүшелерінің мінез-құлқының, тұрмыс-тіршілігінің бұлжымас қағидаларына айналған жөн-жосық жол-жоралғы. Салт-дәстүр әр халықтың мінез-құлқына, ой-өрісіне, ұлтқа тән қасиеттерін танытады. Рәсім символдық мән-мағынадағы әлдеқандай оқиғаларды немесе күндерді мерекелеуге арналған әрекеттердің дәйектілігін. Діл ойлаудың үлгісі этностың, әлеуметтік топтың, индивидтің жалпы рухани мінез-құлқы. Екінші сұрақ. Қазақ халқының дүние танымының ерекшелігі. Қазақ халқының дүние танымының ерекшелігі түбі терең. Қазақ халқының ұлттық тұрмыс салты, туыстық қатынастары, басқару жүйесі ежелгі дәуірден бүгінгі күнге салт-дәстүр, әдет-ғұрып болып келіп жатыр. Екінші сұрақ. Суреттерді қолданып, қазақ даласында орналасқан тарихи ескерткіштердің рухани өмірдегі маңызы тақырыбында ойыңызды білдіріңіз. Қазақ даласының қай аймағы болмасын, тарихи орындарға өте бай. Ерте кездегі қазақ халқының рухани және материалдық мәдениетінен мол ақпарат береді. Оның ішінде орта ғасырлардағы қазақ даласында өмір сүрген халықтардың діні, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпы туралы жан-жақты ақпарат береді. Архитектуралық ескерткіштердің атауын атап, қай өңірде орналасқанын жазыңыз дейді. Бізде бірінші сурет бұл Түркістан аймағы, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Екінші, Маңғыстау өңірі, Бекет ата жер асты мешіті. Үшінші, Тараз өңірі, Айша бибі кесенесі. Төртінші, Ұлытау өңірі, Алашахан кесенесі. Келесі сұрақ. Берілген архитектуралық ескерткіштердің құндылығын жазыңыз. Берілген архитектуралық ескерткіштердің салыну тарихы мен оның ішіндегі әртүрлі жазбалар, табылған жәдігерлер сол қоғамдағы болған оқиғалардан жан-жақты ақпарат береді. Үшінші, Диуани Хикмет еңбегінің авторы. Қожа Ахмет Яссауи ислам дінінің бір бағыты сопылық ілімді таратушы. Диуани Хикмет еңбегінің авторы. Жаһандану дәуірінде тарихи архитектуралық ескерткіштері сақтап қалудың маңызын жазыңыз. Бүгінгі жылдам қарқынмен дамыған қоғамда ұлттық бірегейлікті сақтау маңызы зор. Еліміздің аумағындағы киелі мекендерді ұлт жадында сақтап, өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды сақтаудың және оны насихаттаудың жаһандану қоғамындағы орны қашанда ерекше болмақ. Үшінші, кеңестік билік жүйесінің қазақ мәдениетіне әсерін талдап, ой-түйін жазыңыз. Кеңестік кесте берілген бұл жерде жағымды және жағымсыз әсері. Бірінші, кеңестік дәуірдің мәдени салаға жағымды әсер. Ұлттық мерекелерді атап өтуге тыйым салыну. Мысалы, кеңес өкіметінің кезінде қазақ халқына ұлттық және діни мерекелерді атап өтуге тыйым салынды. Бұл өз кезегінде ұлттың рухани өміріне үлкен кері әсерін тигізді. Кеңестік дәуірдің мәдени салаға жағымсыз әсері. Қазақтың зиялы қауымының қуғындалуы, кеңес билігі қазақ халқының тарихын зерттеуге мүлдем тыйым салды. Қазақ халқының рухын асқақтатып, жағымсыз еңбектерді жарыққа шығаруға тыйым салды. Ой-түйін. Кеңес үкіметі жүргізген кез келген саясат қазақ ұлтын айналып өтпей үнемі рухани өміріне үлкен соққы әкеліп отырды. Мысалы, 1929-1938 жылдардағы ашаршылық,
2,5 миллион адамның өмірін жалмаса, 1 миллион 200 мың адамды жан сауғалап өзге мемлекет территориясынан пана іздеуге мәжбүрледі. Кеңес үкіметі қазақ халқының білім және ғылым саласына өлшеусіз үлес қосты. Сол кезде алдыңғы қатарлы дамыған Еуропаның білім мен ғылым саласындағы жетістіктері қазақ жеріне енгізіле бастады. Мысалы, 1961 жылы ғарышқа сапар шеккен алғашқы адам қазақ жерінен байқоңырдан ұшқанын білеміз. ЮНЕСКО-ның негізгі қызметін сипаттап, Қазақстан Республикасының мәдениетіне ықпалын атап көрсетіңіз. Ұйымның негізгі қызметі білім, ғылым және мәдениет салаларында халықтардың ынтымақтастығы, нәсіл, жыныс, тіл және дін айырмашылықтарын есепке алмай кеңейту болып табылады. Қазақстан Республикасы мен ЮНЕСКО-ның мәдениет саласындағы ынтымақтастығына дәлел келтіріңіз. Кесте берілген бұл жерде ЮНЕСКО көлемінде аталып өткен мерейтойлар, ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұралар тізіміне енгізілген ескерткіштер, ЮНЕСКО-ның материалдық немесе мәдени мұрасына енген құндылықтар. Бұл бізде ЮНЕСКО көлемінде атап өтілген мерейтойлар: Абай Құнанбаевтың 150 жылдығы, Тараз қаласының 2000 жылдығы. ЮНЕСКО дүниежүзілік мұралар тізіміне енген ескерткіштер: бұл бізде Қожа Ахмет Яссауи мавзолейі 2003 жылы енгізілді. Тамғалы археологиялық ландшафты петроглифтері 2004 жылы енгізілді. ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұрасына енген құндылықтар: бұл көп ұлттық өтінім бойынша Наурыз мерекесі, қазақ ұлттық ойыны асық ату ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұра тізіміне енгізілді. Бұл 2017 жылы енді. Ұйымға кірудің Қазақстан үшін маңызы. Ұйымға кірудің Қазақстан үшін маңызы бұл тарихи орындарға өте бай, рухани жан дүниесі, салт дәстүрі, әдет ғұрпымен астасқан қазақ ұлтын әлемге танытуы, сонымен қатар халықаралық деңгейде құруға мүмкіндік беруі. Сондықтан әлем бойынша салмағы басым бұл ұйымға еліміздің кіруі өте маңызды. 5-ші сұрақ. Әлемдік кеңістікке кірудің қазақстандық мәдениетке әсерін төмендегі салалар бойынша түсіндіріңіз дейді. Бұл бізде қазақстандық кинематографияны әлемдік деңгейге көтеру мақсатында жыл сайын Алматы фильм фестивалі атты әлемдік кино жұлдыздарының қатысуымен фестиваль өткізеді. Театр саласында қазақстандық өнер орталықтарында әлемдік деңгейдегі қойылымдар қойылып, елімізде театр орталықтары әлемдік гастрольдерге шығып, әлемдік деңгейде қазақстандық мәдениеттің ерекшеліктерін көрсетеді. 10-шы сынып оқушылары, осымен біздің 4-ші тоқсанға арналған тәжірибе тапсырмалары аяқталды. Каналға жазылып лайк басуды ұмытпаймыз. Сабақтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.